Сәлем достар, бүгін галпсуй тамақ сіздермен бірге жасаймыз. Галпсуй суымызды алып, ыстықта істеп жатырмыз. Мына күрішті аламыз. Мына фаршы. Жақта помидормен саймыз. Оны майдалау керек. Осындай құралдың арқасында майда ағып береді. Осылай майдалап алып, бөлек алып қоямыз. Болгарскийді аламыз. Мынандай солқаған болгарскийлерді алып тастаймыз. Өзімізге керекті әдемі таңдап алып, ішін тазалаймыз. Осылай тазалап, тастаймыз. Фаршымызды араластырамыз. Сосын тұз, бұрыш қосамыз. Үйде не бар, соның бәрін қоса береміз. Бізде осыны бар. Тұз қосамыз. Қайтеді ме? Сезін бе? Ойнайын деп араластырамыз. Болгарскийді жуамыз. Осындай фаршымыз дайын. Осыны болгарскийдің ішіне саламыз. Болгарскийді аламыз, фаршымызды саламыз. Осылай саламыз. Осылай қолымыздамыз. Осылай саламыз. Өте галпсуй болып шығады. Күтіңіздер. Астына жабыспау үшін картошканы осылай тізіп шығамыз. Ал кеттік достар, осыны қазанға салатын боламыз. Осылай қойып шығамыз. Галпсуйларымызды қойып шығамыз. Шамамен осындай банканы алып 1 литр су құямыз. Бетін жауып 40 минут жай отта пісіреміз. Тамағымыз дайын, енді саламыз. Осылай ыдысқа алып
салып қоймасақ жарылып кетуі мүмкін. Бірге дәмін көрейік. Неповторимый вкус. Достар, видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл бірінші видеомыз каналымыздағы. Және де көптеп түсіруге тырысамыз сіздер үшін. Рахмет.